Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз Александр Сергеевич Пушкин ескерткіш өлеңі. Оқу мақсаты: әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Күтілетін нәтиже: оқушылар Александр Сергеевич Пушкин ескерткіш өлеңінің сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды және шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады. Пушкин өмірін қазақ ақындарының өмірімен салыстыра біледі. Ескерткіш өлеңінің идеясын ашып, қорытынды жасайды. Александр Сергеевич Пушкин 1799 жылы Мәскеу қаласында ақсүйектер отбасында дүниеге келген. Болашақ ақынның әкесі Сергей Львович әдебиетке әуес, өзі де өлең шығаратын кісі болған. Пушкиннің үйіне сол кездегі көрнекті ақындар жиі келіп тұрған. Поэзия жайында әңгімелер, өлең оқу, әкесінің бай кітапханасы зерек алғыр балаға үлкен әсер етіп, оның ақындық дарынының оянуына себепкер болған. Пушкиннің бала күндегі досы, тәрбиешісі Арина Родионовна еді. Қарапайым шаруа қызы болашақ ақынның халық поэзиясына құштарлығын оятуда зор әсер етті. Пушкин өзінің әжесі Мария Алексеевнаны да өте жақсы көрген. Әжесі мен тәрбиешісі кішкене Сашаға халық ертегілерін, әндер мен әңгімелерді айтып беріп отырған. Кейіннен Пушкин естіген халық ертегілері бойынша өзінің тамаша шығармаларын жазған. Ақын бала кезінде орыс әдебиетінің сол кездегі тамаша туындыларымен Батыс Европаның алдыңғы қатарлы ақын жазушыларының еңбектерімен танысып үлгерген. Лицейде оқып жүрген кезінің өзінде белгілі ақындарды таң қалдыратын өлеңдер жазған. Бағалы дерек: қазақ тарихында Пушкиннің мұрасына алғаш айрықша зер салып өнеге еткен Абай Құнанбайұлы. Ол Пушкиннің ең таңдаулы туындысы Евгений Онегинді жоғары бағалап, оның жеке үзінділерін асқан көркемдік шеберлікпен қазақшалап берді. Абай қазақ тілін аударып арнайы ән шығарған Татьяна хаты халық арасында 19 ғасырдың аяқ кезінде өте кең тарап, ең сүйікті өлеңдерінің бірін айналуы орыс ақынының қазақ халқына етене жақын болып кеткенінің айқын дәлелі. Ескерткіш өлеңін аударған Аю Орманов. Ескерткіш орнатпан, мен қолдан келмес. Елізгі оған салған суы білмес. Асқақтап Александр мұнарасынан жоғары оқшау шығып тұрар дербес. Жоқ, өлмен, жаным жасар өлеңімде, шірімей, жасаңғырар денем мүлде, бар болса, жалғыз ақын аясында, ардақтап қасиеттер мені әркіде. Табысым ұлар Россияға кетер жалпақ, тіл біткен жүрер менің атымда тап, славян елдерінің әр ұрпағы, қазіргі тағы тұңғыс қырда қалмақ. Халқыма сүйікті ұзақ болар жерім. Туғыздым өлең менен мейірімдерін, жыр етіп тар заманда еркіндікті, мархабат пақырларға тілегенмін. Уа, муза, құлағың сал, сөзіме бақ. Жабықпа жәбірлеуден тілім атақ, мақтауды жала менен тыңда салқын. Кіреспе, тіл үйреніп, не де сақын. Сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, Пушкиннің қандай шығармаларын білесіңдер? Екінші, ақынның ескерткіш өлеңінде болашаққа сенімі қай жолдарда берілген? Тауып оқыңдар. Үшінші, ақын өлеңі кімге арналған? Төртінші, өлең неліктен ескерткіш деп аталған? Ақын қандай ескерткіш туралы айтып отыр? Жанр түріне келсек, өлең түрінде жазылған. Идеясы автор сөз өнерімен ана тілдің ұлттық рухани мақтаныш екендігін, мәдениет пен әдебиеттің тоғысар алтын қазығы сөз өнер екендігін дәріптеуге шақырады. Өлең 5 шумақты, 20 тармақты, тармақ яғни өлең жолдары. 3 бунақты,
Қонақ өлең айтқанда сезілетін дауыс толқынның соқпа-соқпасының арасы. Буын саны 11 буынды. Ұйқасы қара өлең ұйқасына құрылған. Кері байланыс тапсырмасы: ақын қандай ескерткіш орнатты? Пікірлеріңді 8-10 сөйлеммен жазыңдар. Яғни, Пушкиннің шығармасы бойынша, Пушкиннің ескерткіш өлеңі бойынша, ақын қандай ескерткіш орнатты? Пікірлеріңді 8-10 сөйлеммен жазасыңдар. Кері байланыс тапсырмасын күнделік кезекте электронды почтаға, WhatsApp желісіне жібересіңдер. Сабақ аяқталды балалар. Сау саламатта болыңдар.